Армысыздар менің YouTube тыңдармандарым. Мөлдір сезім әңгімесінің екінші бөлімі. Каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Пәтеріңізге дейін жеткізіп салайын. Қарсы емеспін, деді Дана наздана. Хабарласып тұрсам, қарсы емессіз бе? Өзіңіз біліңіз, деді қыз ойлана. Мүмкін телефоныңыз бар шығар? 78-67-94. Бірақ үй иесін мазалап, ренжітіп алмаңыз. Түсінікті, үй жалдап тұрады екенсіз ғой, деп ой түйді. Жақсы, сау болыңыз. Қайырлы түн, кездескенше, деген Нұрлан Дананы пәтеріне кіргізіп салды. Сөйтіп екеуі бірге қыдырып, бірге жүретін болды. Екі жастың алғашқы басқан қадамдары жаман басталмаған тәрізді. Екеуі күн өткен сайын бір-біріне бауыр басып, тіпті бірін-бірі сәл көрмесе сағынатын жағдайға жетті. Қыдырмағанда, бармағанда жерлері қалмағандай. Театр дейсіз бе, клуб дейсіз бе, саябақ дейсіз бе, әйтеуір бәрі бар. Сондай күндердің бірінде саябақта серуендеп жүріп, екеуі махаббат, сезім туралы сыр шертісіп еді-ау. Дана, сен жалпы махаббат туралы қалай ойлайсың? Деді Нұрлан. Махаббат екі адамның бірін-бірі шын сүюі, бірінсіз бірі тұра алмауы. Сенің сол көзқарасыңа мен мынандай пікір қосар едім. Махаббат ұлы сезім, ол адам жүрегінде, ақыл ойында жаулап алады. Яғни, осы мөлдір сезім арқылы екі адамның арасында ғашықтық пайда болады. Сезім адамды билейді, адам оған бас иеді. Махаббат деген жалпы мынау ғой. Махаббатты түсінеді қалай кім, ғашықпын деп басы қаттау талайдың. Махаббат ол ләззат емес бір түндік, ол сан емес бір көруге жарайтын. Тыңда жаным, ақыл алшы аздаған, табиғатта заңдар болады жазбаған. Махаббатты оқымайсың еш жерден, бірақ оның оты болады маздаған. Нұрлан, айтшы, осы өлеңнің авторы кім? Сірә жүрегіңнен орын алған тәрізді ғой. Авторын айтсам, оған да жүрегіңнен орын берер медің? Мен ол адамның жүрек лүпіліне, талантына ғашық боп қалдым. Жоқ, сен ол адамның өзіне де ғашық сияқтысың. Айтсаңшы енді. Ол үшін бір шарт қоямын. Шартыңды орындай алсам, ерніңнен сүйгізесің. Дананы ернінен сүйген Нұрлан, оның авторы ернінен сүйді. Немене, шын айтасың ба? Мен сені алдаған кезім болды ма? Әзіліңбе дегенім ғой, жарайды, айтыспай-ақ қояйықшы. Сен одан да маған мынаны айтшы. Қатаң тәртіппен лириканы қалай қатар алып жүрсің? Жалпы полиция қызметкеріне анайы айтқанда қасқырлық мінез тән ғой. Ал сенде соның екеуі де бар ма, қалай? Полиция жұмысы менің мамандығым. Онда жүргесін ортаның өз адамды солай қасқыр қылады. Ал лирика бұл менің тума талантым. Дана, деді Нұрлан сәл үнсіздіктен кейін. Несін жасырамыз, тікесінен айтқанда, екеуміз бір-бірімізді ұнатамыз ғой. Яғни, жаңағы қозғаған әңгімеміздің арамызда бары шындық. Олай болса ұзақ жүрмесек деймін. Екеуміз екі жақта бір-бірімізді сағынысып жүргенше, бір жерде болсақ қалай қарайсың? Нұрлан, сен үй болуға дайын шығарсың. Ал мен әлі дайын емеспін. Оқуымды жаңа бастадым ғой, ол жағын әлі ойламаппын да. Иә, Дана өнер институтының бірінші курсында оқитын еді. Оқуыңды сырттайға ауыстыра саласың. Қиналып отырғаның осы болса, шешімі табылады дей бер. Ата-анама не деймін? Дана, логикада мынандай қағида бар. Өзіңнің қойған сұрағың өзіңе қайтып сұрақ болып келмеу керек. Ата-анаң сені бақты, қақты, өсірді. Ендігі жерде тағдырыңның таңдауын әлі де ата-анаң артасың ба? Нұрлан әлі бір-екі сұрақ қойғысы келіп еді, бірақ бір жерге қадалып қалуға ыңғайсызданды. Оның үстіне әйел затына неге деген сұрақпен тығырыққа тіреу ұнамайтын психологиядан жақсы біледі. Сондықтан бұл мәселені екі-үшты етіп қоя салды. Әрине, үлкендермен ақылдасып баталарын алған дұрыс, бағыт-бағдарын талқылас. Бірақ шешуі өзіңнен болсын. Соңғы нүктені қоюға әлі уақытың бар. Екі ғашық қызу әңгімемен біраз отырғандарын да байқамай қалғандай. Нұрлан, қайтпаймыз ба, деді Дана. Иә, қайтатын уақыт болды. Бірақ мен сенен ажырағым келмейді. Бүгінгі түнді бірге өткізсе қайтеді. Менің бір ұсынысым бар. Бүгін қонақ үйде болайықшы. Сосын сен мен туралы не ойлайсың? Мен бәрін де түсінем. Мені жеңіл жағынан ойлайды демекшісің ғой.
егер келіссең сүйгеніңнен келіскенің ғой. Сол түні қос ғашық қонақ үйге қонып қалды. Нұрлан құмыға Дананың бал ерінен аймалады. Дана да ғашықтықтан басы айналып мас болды. Жігіттің ыстық демі мен ерні құлақ түбін мойнын аймалап төсекке ары қарай жылжығанда дүние шыр айналып жүре берді. Бейне жұмақта жүргендей. Бұл кезде қыз ғұмырымен қоштасып, өзгеше өмірге қадам басқан еді. Адалдықтың, пәктіктің белгісіндей қызылдақтар ақ мамықта қызарады. Жүрегім менің, мөлдір махаббатым, сен мәңгілік менікісің деп Нұрлан Дананы бауырына қыса түсті. Екі жас осылай жүре берсе өмірлері қандай жағдайда болар еді. Бірақ тағдырларына күрт өзгеріс ене бастады. Ол былай болған еді. Дананың жалдап тұрған үйінің иесі жалғызбасты, жас шамасы 30-35-тегі күйеуінен ажырасқан 6-7 жасар қызымен тұратын әйел болатын. Есімі Ағайша. Ағайшаның ойынша Дананы өзінің немере інісі, бір аяғы кеміс ішімдікке үйір Есенге қосу еді. Ол үшін алдымен Нұрланнан құтылу керек. Ол ойын былайша жүргізді. Бір күні Дананың Нұрланға ертең кешкісін 8-де демалыс саябағында кездесейік деген сөзін естіп қалады да, сол кезде жарты сағатқа жеңіл жүріске түскен Гүлайша есімді қызды жалдап алып, ол ерте келіп Дана келгенше Нұрланды айналдырып алып, Дана келген кезде Гүлайша Нұрланмен аймаласып тұру керек. Бірақ Гүлайшаның қолынан ол келетін еді. Солай болды да, алдын ала ойластырғандай, Дана мен Нұрланның фотосуретін Гүлайша көріп алған. Енді оларды тану қиын болмады. Бәрін сәтті орындап шықты. Нұрлан қалайсыз деді Гүлайша еркелей жақындап. Нұрлан қызға тосырқай қарады. Мені қайдан таниды, мен оны білмеймін ғой деді іштей. Дегенмен өзгеріп кеткен таныстарымның бірі шығар. Мен сені танымаймын деп теріс айналып кеткен ұят болар, жөн сұрасып көрейін деп шешті. Немене, мені танымай қалдың ба деді іле Гүлайша. Есіме түспей тұрғаны, олай болса көзіңді жұм. Нұрлан таңырқай көзін жұма бергенде Гүлайша аймалап сүйе бастайды. Бұл уақытта Дана әудем жерде көріп тұрғанды. Сізге не болған деді Нұрлан қабағын шыта. Немене, мені менсінбей қалдың ба? Байқаймын, біреуді күтіп тұрған сияқтысың ғой. Жарайды, кетейін, кедергі келтірмей деп Гүлайша айналып жүре берді. Бұл уақытта Дана да кетіп үлгерген. Нұрлан Дананы сол күні 10-ға дейін күтті. Үйіне телефонда соқты. Күте-күте шаршаған жігіт дел сал күйде үйге келді. Ертесі күні де телефон соққан Ағайша үйде жоқ екенін айтты. Іздеп баруға жұмыстан босай алмады. 2 күн өтіп, 3-ші күні ғана әрең босаған Нұрлан Данаға қарай құстай ұшты. Есікті ашқан Ағайша, Дана бір жерге шығып кеткен, мүмкін келіп қалар. Үйге кір деп жік жапар болды. Үйге кірген соң фотоальбом берген Ағайша шай қоюға шығып кетті. Альбомды қарап отырып Дананың бір жігітпен түскен суретін тауып алды. Негізінен бұл Данаға жем болып келетін жігіт еді. Бір күні мейрамда кездесіп қалып еді, түсе салғанды. Өзгелей байланысы жоқ. Бірақ суретті Нұрлан қолына алып қарай түсті. Осы мезгілде шайға шақырған Ағайша, әпке, мына суреттегі адамды тани алмадым, деді Нұрлан. Айтсам ауыр тимей ме? Жарайды. Тек мен айтты деме. Ол Дананың көңіл көтеріп жүрген жігіті ғой деп Ағайша беті бүлк етпестен тікесінен айта салды деп сөге көрме. Сұрағасын айтқаным ғой. Жүр шай ішейік. Қонып қалмасам келіп қалармын деген Дана да келіп қалар. Ақ қарасын содан соң шеше жатарсыңдар. Жоқ, мен жүрейін, кейін хабарласармын деген Нұрлан асығыс шығып кетті. Төбесіне жай түскендей, бұл қалай, неге, не үшін деген сан мың сұрақ миын жеп барады. Мүмкін емес деп жүрегі қанжылайды. Қонып қалмаса келіп қалар деген сөзді бірден неге айтпады? Мұның артында бір күдік бар. Әлде бірден айтуға ыңғайсызданды ма екен? Не болса да бетпе-бет сөйлесу керек. Сыртынан тон пішпей-ақ қояйын деген Нұрланның үміті әлі де үзілер емес. Дана сол күні құрбысының үйіне кеткен еді. Оның да көңілі быт-шыт. Нұрланды ондай адамға қимайды, бірақ бәрін көзімен көрді ғой. Оның үстіне 3 күн бойы хабарсыз кеткені күдігін күшейте түсті. Ертеңіне жұмысқа келген Нұрлан оқу бағытымен Алматы қаласына іссапарға жүретінін білді.
бақандай 3 ай өзі жарым көңіл жүрген жігітке бұл жаңалық сең соққан балықтай етіп жіберді. Бірақ бұйрықтың аты бұйрық. Бұйрық талқыланбайды, орындалады. Нұрланның Данамен кездесуге тағы да сәті түспейді. Осымен мың сұраққа тұншыққан жігіт жолға аттанып кете барды. 2 бөлімнің соңы. Назарларыңызға рахмет.